Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Мәдениет айнасы жобасының көрермендері. Бүгін біздер Орал қаласы жастар мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатырған екі әлем мега шоуындамыз. Бүгін, яғни сол шоудың, сол жобаның финалы. Қазір осы жоба барысында, осы жоба қалай өткізіліп жатыр, осы жөнінде жастар мәдениет үйінің директоры Медет Мерғалиев мырзадан сұрайтын боламыз. Ендеше кеттік. Жаңа ғана өздеріңізге айтқанымыздай, осы екі әлем мега жобасының бас ұйымдастырушылары жастар мәдениет үйінің директоры Медет Мерғалиев мырзаның қасындамыз. Бұл жоба туралы бір түсіндіріп өтсеңіз өзіңіз, қалай ұйымдастыру, қалай жалпы идеясы, бұл жобаны ұйымдастыру идеясы қайдан пайда болды? Енді әрбір жобаның идеясын жалпы ойластыру шығармашылық ұжымға байланысты. Сондықтан да жастар мәдениет үйінде қызмет атқарып жатырған шығармашылық ұжымның осыны ұйымдастырудағы үлкен еңбектері мол деп айта аламын. Енді қазіргі таңда карантин пандемия уақыты ғой, өздеріңіз білесіздер, карантин болғаннан кейін жұмыстың барлығы онлайн режимге көшті. Сондықтан да соны пайдалана отырып, қазіргі таңдағы жастар мәдениет үйінің қызметкерлерінің арасындағы әншілер және әнші емес, бишілер бар, былай өнерпаздарымыз бар, көптеген өнерлердің басын қосып біріктіріп, бір жастар мәдениет үйінің ішіндегі бір өзара ұжымның арасындағы ынтымақтастықты, ұжымның арасындағы еңбекке баулылықты көрсету бағытында ұйымдастырылған шара. Сондықтан да жалпы бастамамыз жақсы деп есептеймін. Өз басым ойға алған, көзбен көрген бағытымыз, болашаққа қарай ұмтылған бағытымыз дұрыс деп есептеймін. Енді пилотный вариант дейді ғой, орысша тілмен айтқанда. Сондықтан да әзірге өзіміздің қызметкерлердің арасында пайда болған осындай тамаша жобаны болашақта қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен облыстық деңгейде шығару жоспарымызда бар. Осы жобада сіздің фаворитіңіз кім? Яғни қатысқан жұптардың барлығы да өнерден осал емес. Қатысу, ойнау шеберліктері, қойылымға деген, жалпы жобаға деген қызығушылықтар өте жоғары. Бірақ енді сайыс болғаннан кейін жеңіс болады, жеңіліс болады дегендей. Мен енді бұл жоба басталғаннан бері менің өзімнің көзқарасыммен осы жобадағы фаворит, яғни жеңімпаз болып көрініп тұрған Рүстем Керейіп пен Асылбек Қаресіптің жұбы. Үш айдан бері жастар мәдениет үйінің қабырғасында осы екі әлем жобасы өткізіліп жатыр. Дәл осы жобаға 15 жұп қатысқан болатын. Қазіргі таңда бүгін финалда сол 15 жұптың санаулылары, яғни мықтылары ғана қалды. Солардың дайындығын ендеше бірге тамашалайық кеттік. Жаңа ғана айтқан болатынбыз, жастар мәдениет үйінің әншілері, жалпы жобаға қатысушылар керемет бір дайындық үстінде. Ендеше бірге кірейік. Қазір Рүстем Керейіп, енді бұл жобаға жалпы өзіңіз қалай келдіңіз? Қатысуға қандай ой түрткі болды? Қатысқанда бізге енді басшылықтан айтты. Айналайын қарағым қатысып бастадық, содан басынан бастап бөліп тастады. Қасында жұбым Асылбек Қаресіп деген азамат.
Ол деген әнші емес. Бұл жобаның өзі сондай ғой, әнші емеспен әнші адам шығарды, солай қатысады. Солай біздер Асылбек екеуміз жұп болып қазір өнер көрсетеміз бұйырса. Жалпы өздеріңізді осы жобаның фавориті деп есептейсіздер ме? Фавориті дегенде білмеймін, бәрі де мықты, оны өйтіп айта алмаймын. Айта алмайсыздар? Айта алмаймын ештеңе. Бірақ жеңгілеріңіз келеді. Әрине жеңгіміз келеді. Сәттілік сіздерге. Жаңа ғана дәл осы жерде біздер Ақмарал Ахметова ханымды байқап қалдық. Ақмарал ханым, осы жобаның қатысушысы дәл қазір қасымда Ғарифолла Құрмалиевтің облыстық филармонияның әншісі Ақмарал Ахметова ханым. Ақмарал ханым, жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, осындай жобалар мына өнердің дамуына жалпы халыққа керек пе? Міндетті түрде бұл жоба маған өте қатты ұнады. Керемет бір әсер алдық. Ол енді осы пандемия кезінде бәріміз жатып қалып едік қой, мына керемет серпіліс болды. Жақсы. Дами берсін, осылай енді нағыз жұмыс жасайтын адамдарға жұмыс бар ғой. Сіздің ойыңызша бүгінгі осы жобаның фавориттері, жеңімпаздары кімдер болады деп ойлайсыз? Енді олар мен фавориттер. Рүстемдер фаворит болып келе жатыр. Оларға сәттілік тілейміз, қуаныштымыз. Бұл жобаның қазылар алқасы құрамында елімізге танымал сазгер Жаскелең Ғайсағалиевті да көріп отырмыз. Жаскелең аға, жалпы қатысушылардың дайындығы қалай? Сіздің ойыңызша бүгін кім жеңімпаз болуы мүмкін? Бұл әрине қазір айтуға өте ауыр. Мұна білесіздер, ең соңғы тур, осыған дейін талай жақсылар, мықтылардың бәрін білесіздер. Азымыз жаңа балмен келіп шығып кететқандар бар. Енді қазір мына сайыс өткен сайын бұл күрделеніп келеді. Енді қызық та болып келеді. Енді соңғы тур қазір алдын ала жаңағы айту өте қиын. Әрине үміттіміз. Міне қазір бірінші жұп өтіп шықты. Бастауы да керемет, бәрі өзім айтып өттім. Жаңа образды бәрін бере білді, бірақ азымыз жетіңкіремей қалған жерлері бар, сондай әттеген деп отырмыз. Әрине бірден қазір мені алда деп ешкімді айта алмаймыз, өте қиын. Сонда да бір болады ғой, осы 3 ай бойына өтіп жатқан жобада бір сіздің ойыңызша бір адамның өзінің бір фавориті болады ғой, соны бір айтып өтсеңіз. Енді қазір мына Рүстем Кереев, Асылбек Кереев Қаресов деген жұп бар екен. Мен ойлаймын, осылардан үміт күтемін жалпы. Олардың әзірліктерді негізі бұрын осы жақсы келе жатыр. Рахмет, сізге сәттілік тілейміз. Кездескенше. Жобаның аты да екі әлем. Дәл осы жерде жобаға қатысушы Әсел ханым өзінің бір әлемінде секілді. Әсел ханымға барып сұрайық, қай жерде, қай әлемде жүргенін. Әсел ханым, қайырлы күн. Жалпы осы жоба сізге несімен ұнады? Тағы да сәлем. Бұл жоба ұнағаны то, что басқа кісілердің әнге деген совсем несі жоқ да, табиғаты да жоқ. Екеуін бірге қосқанда это негізі өте қызықты жоба болды. Яғни жобаның атауы да айтып тұр ғой, екі әлем деп. Яғни сіз әнші болсаңыз, екіншісі басқа саладағы адам, иә? LED экранның жұмыс жасайтын бала Мейрамбек. Менің жұбым, иә. Жалпы Мейрамбекті бұрыннан танимыз, иә? Ол былай ән де айтады. Өзі бұрыннан ән айтады. Осы жоба арқылы оның бір деңгейі көтерілді ме? Көтерілді, оны дейтін көбі білмеген, то, что осындай дауысы бар, әнді жақсы айтатын, осы жобаның арқасында жақсы әнші екенін бәрі көріп жатыр. Сіздің ойыңызша жобаның фавориті кім? Фавориттері кімдер? Біздер. Жеңімпаз боласыздар бұйырса? Бұйырса, да. Будем стараться. Сәттілік тілеймін сіздерге. Жаңа ғана Әселдің айтқан жұбы мына жігіт. Міне осы кісі. Мейрамбек, сәттілік тілейміз. Аңсатқан жанда арман, жас болып аққан жанарынан. Қалың көрерменге Абдулғабитұлы, бүгін қазылар құрамында өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы
екі әлем жобасы қалай өтуде, деңгейі қандай? Екі әлем жобасы бір өте сәтті ұйымдастырылған жобалардың бірі. 2 айға жуық уақыт болып, тұрақты қазылар алқасының мүшесінде болып жатыр. Бүгінгі соңғы сайыс финалы. Әр кезеңі сайын мынау екі әлем аты айтып тұрғандай, біреуі кәсіби деңгейдегі әнші болса, қасындағы жоба ол өзге қызметтегі әріптесі. Сол өзге қызметтегі әріптестер әр кезең сайын өзінің тәжірибе жинап дамуын көрсетіп жатыр. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазылар алқасына барсақ, Ұйымдастырушыларға деген бір тілегіңіз? ең алғашқы микрофон кезегіміз. Сосын көріп отырсыздар ғой, тілек Абдулғабитұлына келіп қалды. Қайырлы кеш, құрметті әлеуметтік желіде тамашалаушылар. Қазіргі таңда лайв форматта өтіп жатқан барлығыңыз білесіздер. Мына ұйымдастырушыларға деген тілегіңізді айтып өтсеңіз. Ұйымдастырушыларға әркез сайын тілегімізді, ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Енді өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Жалпы қазылар алқасын таңдағанда да, енді мен өзімді қоспағанда да, жалпы кәсіби деңгейдегі үлкен аренаға шығып жүрген қазылар алқасын таңдаған және ұйымдастыру деңгейлері жалпы бұл екі әлем жобасының таңдалуының өзі қазіргі таңда енді барлығы онлайн форматқа көшіп жатырғанда көрермендерге деген бір жаңаша формат ұйымдастыру ұсыну деген үлкен тапқырлық. Сондықтан ризашылығымды білдіреміз, сәттілік тілейміз қызметтеріне. Сіздің ойыңызша жалпы сіздің фавориттеріңіз кім осы жобада? Менің фавориттерім енді сол бірінші турдан бастап жалпы бана жаңа записьте жазылған болса да айтып жатқан сөзімді, тілегімді, ниетімді осы Асылбек пен Рүстемге оң көзқараста болдым. Себебі бұл жұптың жалпы ән таңдаудағы шеберліктері өте басым. Енді көп адам конкурсқа келгенде конкурстың әндерін жалпы дауыс көрсететін әндерді таңдап жатса, Рүстем мен Асылбектің таңдауы өздерінің дауыс деңгейін әдемі жеткізе беру, әдемі көрсете білетін әндерді таңдап тұр. Сондықтан бұлардың ұтымдылығы басым болып, ерекшеліктері сол жағынан бір алда болды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі екі әлем жобасында облыстық қазақ драма театрының актері Жасқайрат Валиулиев бауырымды көріп отырмын. Жасқайрат, жалпы өзің көріп отырсың, мына жерде жоба барысында кім мықтылар? Мына сіз актер ретінде жалпы әртістердің қойылымдық қою, сосын әртістік қабілетін өзіңіз қалай бағалайсыз? Жалпы осы 4 кезең бойында әсермен ән айту басынан бастап аяғына дейін көріп келе жатырмын ғой, енді қалай жұмыс жүріп жатқан. Бұл жерде әріптестердің өсуін байқап тұрмын. Актерлық шеберлік жағынан жаңа деген біріншісінде мысалы Аслан Зейнеденов шығатын болса, онда деген энергетикамен, настроениемен, көңіл күймен жарқырап шықты. Барлығына настроение, керемет көңіл күй сыйлады. Мысалы, содан кейін келесі номер мысалы Асылбек Харисов пен жаңа Рүстем Кереев шықты да. Екеуінде жаңағы трагедияға жақын мұңға толы сондай бір бөлек толқынды бізге сыйлап десек қателеспеймін. Сіз үшін қандай әсер қалдырды өзіңізге? Және сонымен қатар деген мысалы нөмірлердің ішінде артындағы жаңа билері бар, бірінші план, екінші пландарын барлығын байланыстырып сондай бір режиссерлық шешімдер жасаған. Қызық әрине. Мына қазылардың құрамының көбі деп айтты. Көбі, шыны керек, Асылбек Харисов пен мына Рүстем Керейді мықты деп жатыр. Көптен көп рахмет. Мен осы жаңа бір номер қарадым. Мына Әсел мен Мейрамбектің яғни шоу жасаған секілді. Енді кімдердің жаңағы әртүрлі бағытта жаңа таңдап келе жатыр енді Рүстем мен жаңа кім Асылбек. Енді бұлардың да әртүрлі номерлері заманауи деген әндерін естідім. Бұлардың мысалы одан кейінгі мынандай бөлек бір жанрда, бөлек стильдағы шоу жасап отыр расында да. Өте жақсы. Соңғы кезеңі волналары, энергетикасы ерекше. Осы жоба барысында бір адамның өзінің фавориті болады ғой. Сіздің фаворитіңіз кім? Құпия болмаса. Менің фаворитім негізі Аслан болатын. Зейнеден басынан, басында сөйтіп ұнайтын, басынан бастап. Бірінші, екінші турдағы соларды көрдім. Енді содан кейін мен осы соңғысына келіп тұрғаным қазір. Бұл қайнола қызына сол себепті мен ойлаймын,
мен өзім мысалы асылым бірақ енді өтірік айтпаймын, жанр бойынша қазір мастерство бойынша да ән жағынан да екі әлем ғой енді. Сол себепті екеуінің де жаңағы несін қараймыз ғой. Біріншісінде екіншісінде. Мен салыстырмады сол себепті Рүстемдерді басымда ма деп ойлаймын. Жарайды, сәттілік сіздерге. Марапаттау рәсіміне кезек берейік. Жарасымды жұп номинациясын табыстау үшін сахнаға жастар мәдениет үйінің салтанат би ансамблінің жетекшісі Мейрамгүл Серікқызы Танатова шақырылады. Жалпы үлкен рахмет айтқым келіп тұр мына жерде жастар мәдениет үйінің басшысына, ұйымдастырушыларына. Осындай керемет жоба, керемет таланттар иесі шығып жатыр. Осындай жобаларымыз көп болсын. Жарасымды жұп екі әлем музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткені үшін Сабыржан Рысқалиев, Бибегүл Берекетова марапатталады. Және подарочный сертификат. Қошеметтеріңіз Бибегүл ханымға Айдана сән салонына сертификат, ал Сабыржан мырзаға Жігіт Сұлтаны жігіттер салонына сертификат. Қошеметтеріңіз. Ендеше сахна төріне жастар мәдениет үйінің директоры Медет Рысқалиұлы Мерғалиев шақырылады. Қайырлы күн тағы да баршаңызға рахмет. Сонымен енді қатысып отырған жобаға қатысқан барлық жұптарымызды қазір енді орын алатындарға дейінгі номинация бойынша марапаттауға кезек бергіміз келіп тұр. Талантты жұп номинациясы бойынша енді талантты жұп деген керемет сөз, жалпы бір-екі ауыз сөз айтып кетуге болады. Бұл жерде ең әдемі жұп деген сөзді қоссақ артық етпейді, себебі осы жобаның ең әдемі жұбы болып саналған болатын өз ойым бойынша. Сондықтан да талантты жұп екі әлем музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткен үшін Тарас Шауынбаев, Айгерім Ибатуллиева марапатталады. Аяулы аруларымызға Айдана Муза сән салонына сертификат, ал жігіттерімізге Жігіт Сұлтаны ерлер салонына сертификат. Қымбатты көрермен, жоба басталғалы біз сан мәрте айтқан болатынбыз. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіздің арқасында біз бүгінгі жобаның шын мықтыларын анықтайтын боламыз деп. Ендеше сіздердің жүрек қалауларыңызбен, сіздердің таңдауларыңызбен Самая Вышка жұбы, Инстаграм жұбы номинациясын табыстау үшін сахна төріне Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының әншісі, ерен еңбегі үшін медалінің егері Айбар Асқарұлы Хайырханов шақырылады. Самая Вышка жұбы дейді. Бұл жерде енді бұл жұп сыналды. Енді аздап бірден айтып қойдым енді. Бұл ауыз емес. Кішкене болса да бір өзім көріп қаласын айттым. Бірақ дегенмен де өзімнің 10 балымды қойдым. Сондықтан қанша қатты айтсам да, жақсы айтсам да, сол лүпілімді баса берем өзімнің. Енді бұл жұпты айтатын болсам, Дамир және Айлита. Дамир Темірғалиев, Айлита Исаинова. Самая Вышка. Ең әдемі жұп номинациясымен екі әлем музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткен үшін Азат Қабиев, Раушан Кимран марапатталады. Бұл жұпта өнерге деген құлшыныс, өнерге деген махаббат сахнада сезілді, әлі де сезіледі. Осындай жұптарымыз таза өз өнерлерімен сахнада өнер көрсетсе, біздің өнеріміз әлі де дамитынына сеніміміз мол. Сондықтан да көрермен көз айымы номинациясымен Абай Серіков, Ақмарал Ахметова марапатталады. Инстаграм жұбы номинациясы. Енді жалпы өткен шарамыздың барлығы онлайн болғаннан кейін, Инстаграм мен Фейсбук желісінде түгел қатысқаннан кейін, екі әлем жобасына қатысқан барлық жұп бұл атаққа лайық деп есептеймін. Бірақ та үздіктің үздігі деген сөз бар, лучший из лучших дейді. Сондықтан да Инстаграмның жұбы деген тамаша атақпен
жұмысқа бұл бір жұптың екеуі ғой, біреуі 2005 жылы менімен қатар жұмысқа келген болатын. Бірге жұмысқа кірген болатынбыз. Осы жастар мәдениет үйінің қабырғасына екінші қатысушымыз ол жақын арада келді, бірақ жақын арада келсе де өзінің сан қырлы, бес аспап деген сөз бар, жігітке жеті өнерде аз дейді. Сондықтан да сан қырлы өнермен өзін танытып келе жатыр, алдағы уақытта танытады деген сенімдемін. Кім екен болжаған боларсыздар. Инстаграм жұбы номинациясымен Руслан Мақымов, Назира Хибашева марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом «Екі әлем» музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткені үшін Рустам Хафизов, Шырайлым Гусманова марапатталады. Рустам Шырайлым «Екі әлем» музыкалық шоу жобасының үшінші орын иегерлері. Шын жүректен құттықтаймыз. Дәрежелі диплом «Екі әлем» музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткені үшін Аслан Зинеденов, Миргүл Жакупова марапатталады. Қошеметтеріңіз. «Екі әлем» музыкалық шоу жобасының екінші орын иегерлері Аслан Зинеденов, Миргүл Жакупова. Шын жүректен құттықтаймыз. «Екі әлем» музыкалық шоу жобасында өнер көрсеткені үшін бірінші дәрежелі дипломмен Мейрамбек Хайруллин, Асель Кажимова марапатталды. Бас жүлде. «Екі әлем» музыкалық шоу жобасында үздік өнер көрсеткені үшін Рүстем Кереев, Асбек Алесов. Қошеметтеріңіз. «Екі әлем» музыкалық шоу жобасының бас жүлде иегерлері Рүстем Кереев, Асбек Алесов. Шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті достар, осымен 3 ай көлемінде әлеуметтік желіде, Facebook, Instagram желісінде, яғни қалың көрермендерге өзінің өнерлері ұсынылған жастар мәдениет үйінің «Екі әлем» жобасы осымен аяқталды. Жеңімпаздарымыз Асылбек Қалесов, Рүстем Керейді шын жүректен құттықтаймыз, және де барлығына сәттілік достар. Арнаймыз туған сіздерге, тербетіп бол әннің қос қанатын, самғаймыз шыңда